екеуміз сөйлесіп, түсінісіп болдық деп ойласам. Шіркін, өзіңдей жас, дені сау жігіттің мен сияқты мүгедек әйелге назар аударғаны мен үшін қандай тосын жайт екенін білсем ғой. Дана. Өтінем, сөзімді аяқтайыншы. Түсінесің бе? Менің де сүйікті болғым келеді. Бірақ енді бола алмаймын. Егер қазір өліп кетсем, тірі қалғаннан сол жеңіл болар еді. Бірақ менің өмір сүру керек. Әлібек үшін. Қай-қайдағыны айтып, жылағаным үшін кешір. Адамдар көбінесе өзіңде барды бағалай білмейді. Мен де мұны өз басымнан өткердім. Не үшін өмір сүріп жүрсем, соның бәрінен бір мезетте-ақ қайрылдым. Және өзім секілділерге көмектесу туралы арман ғана маған күш берді. Мен әлде бақытты болудан үмітті едім. Рахмет. Кешіріңіз, сізде оттық жоқ па? Мен темекі шекпеймін. Онда бір нәрсе сұрауға бола ма? Сұраңыз. Осындай сұлу жігіт неге жалғыз отыр? Шынымен білгіңіз келе ме? Иә, қатты білгім келіп отыр. Ал сіз неге жалғыз жүрсіз? Мен клубыммен кездесуім керек еді, бірақ ол келмей қалды. Ал енді келмегені жақсы болды деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Білмеймін. Кешіріңіз. Менің әйелім бар. Тоқтаңыз. Есікті сындыра жаздадыңыз ғой. Қазір кетпесеңіз полиция шақырам. Мен сізге айттым ғой, апаммен сөйлесуім керек. Қанша айтуға болады? Ертең келіңіз дедім ғой сізге. Көрейінші, өтінем. Балам, саған не болған? Аурухананың жабылып қалғанын білесің, неге шулап жүрсің? Апа, мен сізбен сөйлесуім керек. Енді ертеңге дейін шыдауға болмады ма? Мен сіз үшін бәріне. Сонда не? Мені тыңдағыңда келмей ме? Соңғы кезде саған не болып жүр? Мен бір күнге бір жаққа кететінімді айтайын деп ем. Сен уайымдама, жарай ма? Мұны енді телефонмен айта салмадың ба? Бәрі дұрыс па? Бетіңе не болған? Жай жұмыста құлап қалдым. Байқап жүрші балам ау. Ендеше мен палатаға барайын, мына жер салқын екен. Жақсы. Мен сізді жақсы көрем. Құлыным аусыл, мен де сені жақсы көрем. Жүріңіз.
Мен түнімен ұйықтаған жоқ. Не екенін білгің келмей ме? Екеуміз жайлы ойладым. Бірдеңе болды ма? Неге олай ойлайсың? Өйткені таң атпай келдім. Және сенен мұндай әңгімені естіп таң қалып тұрмын. Сенімен сөйлесу мүмкін емес. Бәрімен сөйлесе аламын, ал сенімен... Өйткені мен шындықты бетіңе айтам. Мүмкін содан шығар. Ол шындық кімге керек? Бізге керек. Өйткені ары қарай өтірікпен өмір сүре алмаймыз, Серік. Өмір деп нені айтып тұрсың? Сенің жалдамалы пәтерде тұрып, апам екеуміздің бөлек тұрып жатқанымыз туралы ма? Айқайлама. Осы ма өмір? Айқайлама деймін. Әлі ұйықтап жатыр. Және бұл өмірді қалаған мен емес, өзің. Менің не қалайтынымды сен қайдан білесің? Маған өмірде жол болмаған бейшара сияқты қарайтын. Сезбейді ғой дейсің бе? Иә! Мен жол болмаған бейшарамын, ақымақпын. Енді жеңілдеп қалдың ба? Айтшы, енді жеңілдеп қалдың ба? Қойсаңшы енді! Нені қоям? Менің мұнда неге келгенін білесің бе? Мен сенімен татуласуға келдім. Күні бойы көз ілмедім. Ал сен менің мына жерімде не болып жатқанын толғандырмайды. Айқайлама деймін. Әлібек естіп қояды. Естісін, анасының қандай тас жүрек екен. Егер менің намысыма тиейін деп келсем, тезірек кеткенің жөн, ұқтың ба? Сорлы басым, мұнда неге келдім? Неге келдім? Мен Әлібейді өзіммен бірге алып кетемін. Әлібей жоқ. Қалай жоқ? Мен оны секпілейін. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына жерден кішкентай ұл баланы көрмедіңіз бе? Осы жерде біреу айналшықтап жүреді. Жаңа ғана мына жаққа қарай жүгіріп кетті. Әлібей? Аға, сіз маған қарап тұрсыз ба? Жоқ. Аяна. Қалай? Жанат, Ау? қараш, қандай әдемі. Осы әдемілікті өз көзіңмен көргің келе ме? Көргім келіп тұрған жоқ. Көргің келмей түсінес, Париж әлемдегі ең әдемі жер. Жоқ, дала әлемдегі ең әдемі жер. Жақында біз сол жерде тұратын боламыз. Далада не істейміз? Не істегеніңіз? Мен фирмам болады ғой. Ал мен о жерде не істеймін? Сурет саласың. Нені салам? Көп қой. Жылқылардың, шегірткелердің, тышқандардың суретін сал. Ол жердің жәннаты. Ондай жерді сен ешқай жерден көрмегенсің. Бірақ мен шегіртке мен тышқанның суретін салғым кеп тұрған жоқ. Онда дуадақтың суретін сал. Ол жерде дуадақтар көп. Әй, сенің осы қылығың, ай. Сен маған ұнайсың. Иә? Әлібек жоғалып кетті. Серік іздеп жүр. Жанат екеуің де көмектесіңдерші. Қалай болды? Серік екеуміздің ұрысып жатқанымызды естіп қойған сияқты. Іздеуге көмектесесіңдер ме? Әрине, қазір барамыз. Немене, мені көріп жүрсің баяулап қалды ғой. Қайда асығып бара жатсың? Ауруханаға, апама. Анаңды қатты жақсы көретін болып тұрсың ғой. Ал солай болсашы? Анасының балалар дөрекі болмаушы еді ғой. Алдында басқаша сөйлесіп ең. Дананың көзін қашан құртасың? Жақында. Жақында емес. Бүгін. Әйтпесе, анаңды жерлейтін боласың.
Әліби! Әліби! Дана, мен оны таба алмадым. Полицияға хабарласу керек. Бәріне мен кінәлім. Сен мені ұрыспау керек еді. Жоқ, бәріне мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Мен не істеп жүрмін, Дана, не істеп жүрмін, а? Мен өмір сүріп жүрген жоқпын, мен өмірді өлшеп қана жүрмін. Өмір деген қысқа, ал мен мәңгілік өмір сүретін адам сияқты. Ол өмір қамшының сабындай ғана. Соны Әлібидің өзі түсініп, маған ойыңды өзгерді, басқаша өмір сүр деп тұрған сияқты. Серік тәубасына келіп, ағынан жарылды. Мен оның өз қателігін түсінгеніне қуандым. Бірақ ол сәтте мен ұлымды ойлап қамықтым. Оны енді ешқашан көрмеймін бе деп қорықтым. Сәбира, ол осында. Ол өзі жақсы білетін, өзін қауіпсіз сезінетін жерге барады ғой. Егер мұнда болмаса ше, Данаға Әлібиді таппадық десек байғұс қайтер екен. Айттым ғой, есік ашық. Сәбира, осында екен. Мұнда қалай кіріп жүр екен? Мынау Дананың кілті емес пе? Иә. Таба алмай жатсыздар ма? Емше есіглерді іздеп жатыр ма? Үйден алыс кету мүмкін емес. Үйден көп шықпаған бала. Енді не істейміз? Мүмкін адам жинап, ауданды түгел қарап шығайық па? Енді айтыңызшы, не істеу керекпіз? Мама, немесіздер ме? Дана, балам, Әліби. О, табылды. Әлібиді тауып алғаның үшін саған риза болып тұрмын. Демек сен мені ұнатасың ғой? Жоқ, бірақ саған рахмет. Жарайсың. Демек мені сүйесің ғой? Оны қайдан шығардың? Апам маған жарайсың деп мақтайды. Ал апам мені жақсы көреді. Жанат, логикаң еткен мықты еді. Тағы да сүйетініңді айттың. Ал бұл жолы не жын? Сен маған ақылдысың дедің ғой. Ал апам? Ал апам мені ақылдысың деп мақтайды, өйткені мені жақсы көреді. Иә. Сонда сені шынымен сүйетін болып тұрмын ғой. Сен маған бірінші сөз айтады деп ойламаппын. Жанат. Бірақ сен ренжіме, мен саған жауап беруге дайын емеспін. Тіпті солай ма? Иә, бірақ осың үшін саған тосын сый жасаймын. Сен өмір бақи бақытты болып өтесің. Неге екенін білмеймін, бірақ бұл сөздеріңнен қорқып тұрмын. Әже? Ау, ботақаным-ау. Үй амансың ба жаным? Саламатсыз ба, апа? Бірдеңе болды ма? Апа, егер бәріміз бірге келсек, бір нәрсе болу керек пе? Жоқ, мен сендердің араларындағы болған жағдайдан кейін сұрап тұрғаным ғой. Бәрі дұрыс, апа. Алаңдамаңыз. Жанат, Ау, сен бүгін базарға барасың ба? иә, қазір барам.
Тамақ ішесің ба? Әже, мен сізге көмектесем. Ал мен саған. Жоқ, өзім. Мен де суарам. Жоқ. Солай ба? Қазір мен саған. Әй, байқаңдар. Әжең екеумізді де суға малшындырып жүрмеңдер. Сендерге шашамыз. Қалай? Татуластыңдар ма? Білмеймін. Бәрі серікке байланысты. Сен маған қызым. Бәрі әйелге байланысты. Ол қалай бұрылса, бәрі солай кетеді. Менің бұрылғым келмейді. Мен серіктің өзі менімен болғысы келіп, соны маған өзі айтқанын қалаймын. Оны сен тұрмыс құрмай тұрғаныңда ойлануың керек еді. Қазір бір отбасысыңдар. Ал отбасында неше түрлі жағдайлар болып тұрады. Түсінем, апа. Бірақ енді Мені тыңдаш қызым. Жалған намысты қойып, үйге қайтып оралсаң қайтеді. Мен сені өкпелетіп, ауыр сөздер айтып, ренжіткен болсам, үлкен басымды кішірейтіп, сенің алдыңда кешірім сұрайым. Егер Серік сені ренжіткен болса, онда оның анасы ретінде ол үшін де сенен кешірім сұрайым. Кешірім сұрамай қойыңыз, апа. Мен ешкімге де ренжіп жүргем жоқ. Онда неғып, үйге қайтпайсыңдар. Үйінің қайта шаттыққа толғанын, қуанышты болып жатқанын, о дүниеде тұрсын марқұмда көрсе, жарықтықтың жаны жай табар еді. Ойланайын, апа. Ал қазір маған кетуім керек. Бүгін орталыққа қатысты өте маңызды кездесуім бар. Сен сонда әлгі теледидарда айтқан ісіңмен айналысып жүрсің бе? Қазірден ақ айналысып жатырмын. Әлиби, кеттік. Әлиби, кеттік деймін. Апа, мен әкемнің жанында қалайыншы. Жарайды, қала ғой. Онда мен кешке келіп алып кетем сені. Жанат, қанша рет айтам, тамақ ішесің ба дейм. Мұны түсінес? Мынау не тағы? Қандай үлкен жұмыртқа. Жанат енді тоятын болды. Бәріңізге көрініп, естіліп тұр ма? Жақсы. Уақыт тауып келіп, мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Өйткені сіздердің көмектеріңіз маған өте қажет. Кіргенде қолдарыңызға мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған орталық туралы жазылған ақпарат қағаз берілді. Бұл орталықты достарымның және мемлекеттің қолдауымен жақын арада ашуды жоспарлап отырмын. Бұл орталықтың мақсаты қоғамға, барлық дені сау адамдарға мүгедектердің айдан түспегенін, басқа ғаламшардан келмегенін, олардың да дені сау адамдар тәрізді адамдар екенін, ал олардың өзгеше қажеттіліктері кедергі емесін түсіндіруге тырысу. Елімізде әр азамат тең құқықтарға ие. Орталығымызда психологиялық және әлеуметтік қалпына келтірумен айналысып қана қоймай, мүмкіндігі шектеулі жандардың жаңа кәсіп иесі атауына да көмектескіміз келеді. Өйткені бұл адамдардың қызығушылықтары мен қабілетін ешкім ескерген емес.
Оларға мемлекет зейнетақы төлеп, үйлеріне отырғызып қойды. Бары сол. Біз әр адамға жеке-жеке қарап, оның бар мүмкіндігі мен қабілетін, талантын ашуға көмектескіміз келеді. Бірақ мұны жүзеге асыру үшін орталыққа волонтерлер керек. Сондықтан барлық факультеттердің жоғарғы курс студенттеріне сіздердің оқу барысында алған білімдеріңізді жай ғана адами қарым-қатынасқа зәру адамдарға қол ұшын беріп, қызмет жолдарыңызды ақ жолмен волонтер болып бастауға мүмкіндіктеріңіз бар дегім келеді. Менің өзім осыдан біраз уақыт бұрын дені сау адамдардың бірі еді. Иә. Жағымды жаңалық бар ма? Жақын арада қабіріне барып гүл қоятын боласыз. Жақсы. Қоямыз. Егер ғимараты көп ақша келсе, Абзал Серікұлы өлген адамға да алғыс айтуды біледі. Егер мәселе шешілсе, құрылысты бастай беру керек. Қорша. Ана ғимараты бұзып түсті, орнына сауда орталығын саламыз. Ол жағын қатырамыз. Қандай гүлді жақсы көреді екен білш. Ана дүниеде риза болып жатсын. Жақсы Абзал Серікұлы. Асыңыз дәмді болсын. Рахмет. Біз бірге бәрін де жеңеміз. Солай емес пе? Келгендеріңіз үшін барлықтарыңызға көп рахмет деп айтам. Мыналардың барлығын жақсы ұйымдастырыпсың, жарайсың. Рахмет. Дана, мүмкін тап қазір айтып тұрғаным ыңғайсыз болар. Бірақ айтуым керек. Өйткені бұдан ары мұны жасыра алмайым. Бақыт, басқа жол айтсаң болмай ма? Жоқ, өтінем. Қазір айтуым керек. Жақсы, айта бер. Қалай екенін білмеймін. Сені кезіктіргеннен кейін сен менің бар еркімді жаулап алдың. Денеме өрт қойып жібергендей болдың. Бұның барлығын айтып тұрғаным әрине бір түрлі естілер. Саған дейін өмірім сүреңсіз еді, ал енді. Бақыт, сен білмейсің. Иә, мен білем. Сен мені сүймейсің. Мен ол үшін сені ешқашан кінәламайым. Дана, менің саған деген сезімім, мен өте бақыттымын. Қазір сенің жаныңда тұрып, таң тамашамын. Неге біздің төбемізден оттар жарқылдамайды? Дана, ал менің жүрегім қазір жанартаудай жарқылдап жатыр. Сен маған жіберілген Алланың сыйысың. Екеуміз бірге боламыз ба? Әлде дос болып қаламыз ба? Ол маңызды емес, Дана. Егер осы сөздерді күйеуім айтса, мен бақыттан басым айналып, өліп кетер ме едім? Бақыт,
Көп рахмет саған. Әсіресе мені түсіне білгенің үшін. Дана, саған деген менің сезімімнің барын есіңнен шығарма. Иә. Сәбира, сен маған телефонмен тосын сый бар деп едің ғой. Тосын сый жақсы көрем. Таңғы асың, жемей кеттің ғой. О, түрі тәбет ташады екен. Дәмді сияқты, дәмін көрейін. Өте дәмді екен. Омлетке ұқсайды. Не қосқансың? Орегано мен көкөніс қосылған омлет. Орегано, дәмді екен. Мен бұл омлетті шкафымнан тауып алған өзгеше жұмыртқадан жасадым. Сен маған түйеқұстың жұмыртқасынан қуырып бердің ба? Өзің ғой жеп алған. Енді қуырған сен ғой. Иә, не болды? Сен білесің ба? Сен біздің алғашқы түйеқұс фермасының алғашқы балапанын өлтіріп тастадың. Қандай фермаң? Болашақ фермам. Мен мына жұмыртқаны әрең жардым. Қабығы қап-қатты екен. Үйде балғаның болғаны қандай жақсы. Балғамен ұрдың ба? Иә. Бұлай. Жарайсың. Мен сені мақтан етем. Осы уақытқа дейін қандай сауапты істі қолға алғанымды білмеппін. Рахмет. Иә, жаман әке, жаман жар болғанымды білем. Бірақ сен маған ауадай қажетсің. Сенің сеніміңе, сезіміңе қайта ие болу үшін не істеуім керек, айтшы? Мен бәрін қайтарғым келеді. Серік, мен... Иә, сүйіспеншілікті жылап қайтаруға болмайтынын білем. Сенің махаббатыңа қайта ие болу үшін мен бәрін істеуге дайынмын. Мен енді сенсіз өмір сүргім келмейді, түсінесің бе? Сен пәтерде, мен үйде емес, бәріміз бұрынғыдай бірге тұрғанымыз қалай. Серік, сен маған сөз... Мен сені сүйемін, Дана. Серік, сен маған сөз бересің бе, жоқ па? Сенің не деп жауап беретініңді білем. Не деп? Мен сен үшін жоқпын дейтін шығарсың. Ал енді мені тыңдағың келе ме? Мен сені сүйем, Серік. Қатты жақсы көрем. Екеуміздің басымыздан өткен жағдай Алланың сынағы болар. Бұл сынақтан қалай өтеді екен деп сынағаны болар. Екеумізге Алланың жазғаны осы болды. Алтындыма қалмасын деп отқа қақтайды екен. Біздің де махаббатымыз бір сынақты жеңіп шықты. Тап қазір. Үйге қайтуға дайынсың ба? Әрине дайынмын. Бірақ тек заттарымды алып кетуім керек. Жүр, бірге барып алып кетейік. Жоқ, мен өзім алып кетем ғой. Неге? Енді мен өзім кеттім, өзім барып қайтам. Жарай ма? Жарайды. Өзім біле алтыным. Мен онда әкемнің басына қоятын тасқа тапсырыс берейін.
Апамның айтып жүргеніне біраз болды, ал мен әлі бармадым. Дұрыс. Онда үйде кездесеміз бе? Иә. Үйде кездесеміз. Бара ғой. Кешір, түсінбей қалдым. Сен жаңа маған біздің фермамыздың дедің ба? Иә. Маған сөз салған түрін ғой сонда. Енді, саған күнде біреу ферма сыйлай ма? Басқа малым қалмады. Өзің ғой бірінші болып сөз салған. Сен ғана осылай жасай аласың. Жоқ деп жауап берсемші. Ал балаларымыз ше? Қайдағы балалар? Сен дүниеге әкелетін. Диқан, Ырысбек, Қалымбек, Нұрбек, Тамирис. Сен тіпті аттарын да тауып қойдың ба? А, не? Саған ұнамай ма? Ұнайды әрине, бірақ сен алдында үшеуіндегесің. Оның өзінде мен келісімімді берген жоқпын. Ал қазір сен 5 баланың атын атап отырсың. Я, мен ойландым. Үшеу аздық етеді екен. Анам да 5 немере болғанын қалайды. Сен бұл мәселе жайлы тіпті анаңмен де сөйлесіп қойдың ба? Енді сол кісі ғой бізге көмектесетін. Саған дауа жоқ екен. Егер мені түзегің келсе, алдыңда бүкіл ғұмырың бар. Жанат, біз бірге бола алмаймыз. Екеуміз екі түрліміз. Сен осы туралы ойландың ба? Оның үстіне сенің түйеғыз фермаңда ашылмай жатып жоқ қылдым. Ештеңе етпейді. Жылқымен айналсам. Сәлем, Дана. Зәремді ұшырдың ғой. Кешір. Әдей емес. Неге үлкен сөмкелер ұстап ағасың? Үйге қайтып барам, күйеуіме. Татуластыңдар ма? Иә. Сен жай келдің бе? Апам сізді көргісі келіп еді. Апаңа айтасың ба? Келесі жолы кездесерміз. Серік пен Әлибеге асығып тұрмын. Жақсы айтайын. Бірақ менің білуімше бір маңызды мәселелер туындаған сияқты. Көп уақыт алмайды. Көлікті бір досымнан уақытша сұрап алып едім. Жарайды онда. Олай болса барайық. Тек сөмкелерімен көмектесе аласыз ба? Жақсы. Рахмет. Әже, сіз осы гүлдерді не істейсіз? Гүлдерді үйге қоям балам. Гүл дегенің үйдің қуанышы. Менің гүлім апаң екеуің ғой. Әже, мен сізге көмектесейінші? Көмектесе ғой. Ұста. Қазір тағы да аламыз. Мінекей. Амансыз ба, Зейнеп тете? Немереңіз көмектесетін күнге де жеттіңіз бе? Мен осы саған адамды шошпа деп айттым ғой. Не қылған сөз ұқпайтын адамсың, я? Тәте, мен сізді қорқытайын дегем жоқ. Қалайсың, Әлбе? Саламатсыз ба, Қанат аға? Сен бар ойнай ғой. Әкел, әжеңе өзім көмектесем. Тек дұрыстап көмектесіңіз аға. Жарайды. Неменеге келдің? Тәте, осымен бір сізге жамандық ойлайтынде неге маған ашулана бересіз? Мен сізді ескертейін деп келдім. Егер Данаға бірдеңе болатын болса, ештеңе білмейтін дейсің айтантыңыз. Жарай ма? Тәте? Тәте? Естідіңіз бе мені? Иә. Жарайды онда. Кеттім.
Әліби, телефонымды тауып берші. Мен оны қайда жібердім, а? Ильяс, рахмет саған. Сен сондай мейірімді жігітсің. Ой, тоқтай тұршы. Пәтерді ашық тастап кеткен сияқтымын. Асығып жүріп, жабуды ұмытып кетіппін. Алаңдама, мен жаптым. Сен өмір бойы өстіп соңымнан еріп жүресің ба? Егер бірге жүрмесек, не керегі бар үйлен? Дұрыс айтасың. Есігін жаппапты. Кілт аузында тұр. Дана? Ешқайда жоқ. Қызық. Қазір мен оған хабарласайын. Бос емес. Енді не істейміз? Есігін жауып кетейік, сосын өзіне хабарласамыз. Мына күйінде қалай тастап кетеміз? Иә. Сенікі ма? Жоқ. Мынау Дананың телефоны. Дананың. Жанат, мен қорқып тұрмын. Есігі ашық жатыр. Телефоны мына жерде. Данаға бірдеңе болған сияқты. Қорқпа. Дананы біреу ренжісе, мен бытшыны шығарам. Жауап берейін. Алло, Зейнеп тәте. Бұл мен ғой, Сабира. Дананың телефоны менде. Ол жоғалып кетті. Алло? Ильяс, біз ауруханадан өтіп кеттік қой. Апам қазір ауруханада емес. Қайда? Біз қайда бара жатырмыз? Ильяс белгісіз бір жаққа әкетіп бара жатқанда мен қорыққан жоқпын. Өйткені оған менен не керегін түсінбедім. Және оның маған қандай сұмдық дайындап қойғанынан да хабарым жоқ болатын. Не болды, айтшы? Ильяс, не ойлағаның бар? Айтшы маған, Ильяс. Неге үндемейсің? Ильяс. Неге үндемейсің?
Не болды? Ильяс, не істейін деп жатырсың? Ильяс, неге үндемейсің, Ильяс? Ильяс, алдымен айтшы. Маған менен саған не керек айтшы. Ильяс, тиіспеші мен. Тиіспе деймін, Ильяс. Ильяс, өтінемін. Тоқташы, Ильяс. Не ойлағаның бар айтшы. Апаршы мені үйіме. Мен өтінемін, Ильяс. Мен өзіме. Ильяс, айтшы. Саған не керек? Не ойлаған бар айтшы маған. Көмектес, Ильяс!